Саламатсыздар ма оқырмандарым? Бетіңіздегі қара нүктені кетіруді ойлап жүрсіз бе? Бетіңізді ағартып, әдемі болуды қалайсыз ба? Осы сұрақтарға мен сіздерге лайфхактар ұсынамын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жұмсақ тіс щеткасымен және тіс пастасымен қара нүктелерден құтылу үшін бетіңізді жеңіл тазартуға болады. Проблемалы жерлерде аз мөлшерде пастасы бар щеткамен жай уқалаңыз. Бұл әдіс үшін ең жақсы паста шалфей, түймедақ қалақай сияқты дәрілік шөптермен жасалған паста. Бетіңізді ағарту, күріш арқылы маска жасау. Күрішті жұмсақ болғанша қайнатып дайын болған соң суытамыз. Сосын бетке жағуға болады. Немесе мұз формасына дайын болған күрішті салып, қатырып, мұз ретіндегі күрішпен бетті сүртуге болады. Бұдан соң міндетті түрде крем жағу қажет. Тағы бір әдіс, күрішті 2 рет жуып тазартып, 3-ші рет суға 15 минут қойыңыз. 15 минуттан соң күріш суымен бетіңізді жуыңыз. Мінекей менің бет күтіміне арналған лайфхактарым. Ұнаса каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.